Ораза тән мен рухтың тазаруы. Ораза исламдағы 5 парыздың бірі. Бұл тек ішіп жеуден тыйылу ғана емес, адамның рухани тазаруы, сабырлық пен өз-өзін тәрбиелеу жолы. Ораза ұстаған адам күнделікті өмірдің қиындықтарын сабырлықпен жеңуді үйренеді, өзінің жан дүниесін байытады және Аллаға жақындайды. Оразаның маңызы. Алла тағала Құранда былай дейді: иман келтіргендер! Сендерге дейінгі үмметтерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді. Әрине, тақуалыққа жетулерің үшін. Бұл аятта оразаның басты мақсаты тақуалыққа, Алладан қорқып, күнәлардан сақтану, жету екені айтылады. Тақуалық адамды жамандықтан сақтайтын және Аллаға жақындататын ең жоғары рухани деңгейлердің бірі. Оразаның рухани күші. Ораза ұстаудың адамның рухани дамуына тигізетін әсері өте үлкен. Тәубеге келу және кешірім сұрау. Ораза кезінде адам өз қателіктерін түсініп, шын жүректен тәубе етеді. Бұл айда Алла тағала барлық шынайы ниетпен жасаған дұғаларды қабыл етеді. Сабырлықпен өзін-өзі бақылау. Ораза адамның нәпсісін тежеп, өзін-өзі ұстауды үйретеді. Кім ашуланбай, сабыр сақтаса, оның жүрегі тазарады. Мейірімділік пен қайырымдылық. Ауыз бекіткен адам аштықтың қандай екенін сезініп, мұқтаж жандардың жағдайын түсінеді. Сол арқылы садақа беріп, мейірімді болуға ұмтылады. Рухани тазару. Ораза кезінде адам жаман әдеттерден алыстап, ізгі істерге көңіл бөледі. Бұл жүректің тыныштығын, жан дүниенің тазалығын сезінуге мүмкіндік береді. Аллаға жақындау. Ораза ұстаған кезде адам тек денесін ғана емес, жүрегін де тазартуға тырысады. Бұл оған Аллаға жақын болуға, дұғаларының қабыл болуына мүмкіндік береді. Оразаны қалай пайдалы өткізуге болады? Намаздарды уақытында оқу, күнделікті Құран оқуға дағдылану, садақа беру және мұқтаждарға көмектесу, жаман сөздер мен істерден алыс болу, жақсылық жасауға ұмтылу, қадір түнде көбірек ғибадат ету. Ораза адамды шыдамдылыққа, мейірімділікке, жан дүниесін тазартып, тақуалыққа жетуге жетелейтін қасиетті парыз. Бұл айда жасаған әрбір жақсылық Алланың алдында еселеніп жазылады. Сондықтан Рамазан тек аштықты сезіну емес, рухани өсу мен жан тыныштығын табудың тамаша мүмкіндігі.